Жеріміз шетелдіктерге сатылмайды, жалға да берілмейді. Ал отандық зейнетақы жүйесі қайта құрылуы мүмкін. Мемлекеттік қарызға халықтық бақылау орнатып, қазақ тарихын қайта жазып шығу қажет. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен өткен ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің алғашқы отырысында осындай тың бастамалар көтерілді. Соңғы уақытта жер шетелдіктерге сатылады екен, немесе көрші елдің 55 ескі зауыты көшіріледі, мыңдаған шетелдік жұмыскерлер тартылады екен деген сияқты түрлі қауесет әңгімелер тарап жүр. Халқымыз мұндай даңғаза әңгімелерге ермеуі қажет. Біз ұлттық мемлекеттік мүддені қашанда бірінші орынға қоямыз. Айтпады, естімедім демеңіз. Әсіресе ұлттық кеңес мүшелері. Президент Тоқайға қатаң талап қойыңыздар. Халықтың атынан тез арада қазақ елін тек мемлекеттік тілде ғана кеңес құрып, іс жүргізіп, басқаруға көшу керек. Қанша жыл өтсе де толыққанды қазақ елі бола алмай тұрмыз. Өтпелі кезең ұзап кетті. Ең сорақысы, өзінің мемлекеттік тілінде іс қағазын, заң, законын толыққанды жүргізе алмай, өз басына толық ие бола алмай, сорлап тұрған жалғыз ел біздің жұрт. Сондықтан қазақтың тілі, ұлттың жаны қатты күйзеліп кетті. Бәрін білеміз. Бұл жағдайға 30 жыл бұрын билікті басып қалған орысша оқыған орысшыл сақау-мақаулардың кінәлі екенін де білеміз. Оларды күшік кезінде люстрация жасап, тазалап құрту керек еді. Сол баяғы қазақы сенгіштік, аңғалдықпен қаны өзіміз ғой деп сақтықты ұмыттық. Енді сол орысшыл тілмаштардың қаптаған тойымсыз, қанағатсыз, есірген мәңгүрт өрім бұтағының жеке мүддесі бас пайдасы үшін дүрдей бір қазақ елінің мүддесі болашағы сынға түсіп, тұтас бір тілді, бір мақсатты ел бола алмай ыдырап, жойылып кетудің аз алдында өте қауіпті фазада тұрмыз. Жетістік деп жыртындайтын кез емес. Елімізге, басымызға ие болу үшін, билік үшін жаға жыртысып, жанталасатын уақыт бұл уақыт. Бейқам болмайық. Билікке қажақшыл, елшіл, жан-жақты білімді жастар келсін. Басы алтын болса да, орысшыл қазақтарды билікке жақындатпау керек. Олар ұлтының, жұртының қамын жемейтінін сан рет дәлелденді. Ендігі ұран осы. Ел экономистердің тағы бір ұсынысы осы. Себебі жаңа жүйені енгізуге дейін бірыңғай әлеуметтік төлем жасау тәртібіне толыққанды бейімделіп алған жөн. Ал отандық экономиканың кежегесін кейін тартып тұрған квази мемлекеттік секторға түбегейлі өзгеріс қажет. Неге экономикамыз дамымайды? Біздің ойымызша ол мемлекеттің кінәсі деп айтуға болады. Өйткені